Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз онлайн мектеп платформасында КТЖ-ны енгізіп үйренетін боламыз. Алдымен браузерді ашамыз. Адресті енгізу жолағына онлайн мектеп.org деп енгізіп, Enter батырмасын шертеміз. Сайт жүктелгеннен кейін өзіңіздің логин пароліңізді енгізуіңіз қажет. Логин парольді енгізесіз, кіру батырмасын басасыз. Одан кейін сайттың сол жақ жоғарғы бұрышында мынандай белгі бар. Соны шертіп, мектепті басқару қойындысына баруымыз қажет. Одан кейін КТЖ бөліміне барасыз. Мына жерде қай сыныптарға сабақ бересіз, сол сыныптардың тізімі шығып тұрады. Мен қазір 7Б сыныбына КТЖ жасап көрсететін боламын. КТЖ жасау үшін сыныптың тұсындағы көз батырмасын шертуіміз қажет. Одан кейін сол сыныпта қай пәндерден бересіз? Мен информатикадан беріп, сондықтан аталған сабағым көрініп тұрады. Енді КТЖ-ны жазу үшін көз батырмасын басуымыз қажет. Алдымен егер 90 сайын емес, жарты жылдықта қорытылатын болса, болттың суретін үстінен басып, қорытынды бағалау кезеңі деген жер 90 деп тұрады. Соны жарты жылдық деп ауыстырып аламыз. Яғни бұл аптасына бір сабақ болатын, жарты жылдықта қорытылатын сабақтарды міндетті түрде бұранда болттың үстіне шертіп, қорытынды бағалау кезеңі деген жерге жарты жылдық дегенді таңдап қоюымыз қажет. Егерде бағаланбайтын сынақтан өтті, сынақтан өтпеді деген нелер қажет болатын болса, саналды, саналған жоқ дегенде таңдау қажет. Бізде жиынтық бағалау. Одан кейін сақтау батырмасын шертіп, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда КТЖ-ға тақырыптар енгізу үшін көздің батырмасын шертеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде ешқандай тақырып енгізілмеген. Тақырыпты енгізудің бірнеше жолы бар. Бірінші жолы білімлен КТЖ-ны пайдалану. Бұл дайын КТЖ-ны білімлен порталынан көшіріп, аталған күндерге қойып шығады. Екінші жолы тақырыпты қосу арқылы. Біз бүгін тақырыпты қосу арқылы жасайтын боламыз. Тақырыпты қосуды басасыз. Сабақ түрі. Егер білімлен сабағын пайдаланатын болсаңыз, білімлен сабағын таңдайсыз, я болмаса қарапайым сабақ деген таңдайтын болсаңыз, барлық сабақты, материалдарды өзіңіз қолмен енгізіп шығуға тура келеді. Бұған кейінірек тоқталамыз. Қазір біз білімлен сабағын таңдаймыз. Екінші 90, міндетті түрде екінші 90 таңдалып тұрады. Тақырып. Бізде бірінші тақырып, екінші 90-ның бірінші тақырыбы мәтіндік процессорлардағы кестелер. Соны таңдаймыз. Одан кейін аталған тақырып қай күні өтеді, соны таңдауымыз қажет. Сақтау батырмасын шертеміз. Осылай барлық тақырыптарды енгізіп шығуымыз қажет. Егерде қате болған жағдайда қаламның үстін басып, қажетті түзетулерді енгізуімізге болады. Ал өшіру қажет болатын болса, X батырмасын басып, аталған тақырыпты КТЖ-дан өшіріп тастаймыз. Келесі күнге тақырып қояйық. Білімнен сабағы, күні. Осы күнге БЖБ-ны қою үшін сіз бүйтесіз. Тақырыпты енгізіп қоясыз, одан кейін тақырыпты қосу дегенді басып, БЖБ дегенді таңдауымыз қажет. Одан кейін жаңа БЖБ, бұл жерге қолмен сабақтың тақырыбын енгізуіміз керек. Біз жай ғана БЖБ деп жазасайық. БЖБ. Бір деп қояйық. Күнді таңдаңыз деген жерге 14-ні таңдап, сақтау батырмасын шертеміз. Көріп отырғандарыңыздай, аталған күнде сабағыңыз өтеді, одан кейін БЖБ қоясыз. Енді бұл күнде БЖБ жоқ, сондықтан бұны өшіріп тастаймын. Тақырыпты қосу, келесі күнге тақырыпты қосып, бізде 28-і
қараша күні БЖБ алдық. Оны көрсету үшін БЖБ деймін. Жаңа БЖБ бір деп қояйық. Яғни 28 күн сақтау. Келесі күндерді де дәл осылай толтырып шығамыз. Кейде мынандай жағдайлар болады, сіздің сабағыңыз мереке күнге түскен болса, кіріктірілген сабақтар болатын болса, білімлен сабағы дегенде таңдамайсыз. Қарапайым сабақ дегенде таңдап, жаңа сабақ тақырыбын қолмен енгізіп шығамыз. Мәселен, біз электронды кесте дроп кестелермен жұмыс деп 16, 12, 20, 22 жыл деп таңдап қоямын. Одан кейін келесі күнді таңдап, яғни күнді таңдаңыз деген жерге сәйкесінше күнді таңдап сақтау батырмасы жердеміз. Көріп отырғандарыңыздай БЖБ дроп арқылы осылай қарапайым сабақ деп жасайтын боламыз. Білімлен сабағы дейтін болсаңыздар, бұл жерде 2 сабақ енгізіледі, сәйкесінше 2 сабақтың да журналын толтыруға тура келеді. Бұл жүйеде қате деген, жалпы жүйеде қателік болып табылады бұл нәрсе. Сондықтан кіріктірілген сабақтар міндетті түрде қарапайым сабақ деп дроп арқылы жасалынуы қажет. Менде бұл сыныпта ешқандай мерекеге түспегендіктен сәйкесінше келесі қадамдарға өте беремін. Көріп отырғандарыңыздай, біз КТЖ-ны толтыруды аяқтадық. Тағы да қайталап айтам, құрметті әріптестер, кіріктірілген сабақты қарапайым сабақ деп дроп арқылы жасауымыз қажет. Білімлен сабақ емес, қарапайым сабақ. Құрметті әріптестер, КТЖ-ны қолмен енгізу сабағы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.